Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Есімім Таңшолпан болады. Бүгін сіздерге өте дәмді сочный болып шығатын рубильный және жареный мантының рецебімен бөлісетін боламын. Алдағы уақытта дәмді тағамдардың рецебінен құр қалып қалмау үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Ең алдымен ұнымызды жақсылап еректен өткізіп, 2 жұмыртқаны жарып, ұнымызға қосамыз. Суға тұз қосып, оны ұнға ақырындап құйып, орташа қатылықтағы қаныр илейміз. Илеп болған ұнымызды салафанға салып, холодильникке тұндыруға жібереміз. Енді етімізді ұсақтап тураймыз. Барынша ұсақ болғаны дұрыс. Дәл солай майымызды да турап аламыз. Сосын сарымсағымызды аршып, оны да турап аламыз. Дәміне қарай тұз бұрышымызды саламыз. Өте аз мөлшерде сұйық май құямыз. Негізінде құймасаңыздар да болады. Жақсылап араластырамыз. Ингредиенттердің қанша мөлшерде қосылу керегін описание бөліміне жаза кететін боламын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Енді тестасын дайындаймыз. Тестаны ұсақ бөліктерге бөліп, жазып, мантымызды түйеміз. Ескертетін жағдай, жареный мантының тестасын біраз қалыңдау етіп жаю керек. Және де түйгенде ашылып кетпейтіндей жақсылап түйу керексіздер. Енді табамызға майымызды қойып, майымызды қыздырып, өздеріңіз қалаған мөлшердегі мантыларыңызды қуырып аласыздар. Сосын қуырылған мантыны салфетканың үстіне салып, майын салфеткаге сіңіртіп алатын боламыз. Сосын мантыварканы майлап, мантыларымызды тізіп аламыз. Солай пісіруге шамамен 40-45 минутқа буға қоятын боламыз. Жақындарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан дәмді болып шығады. Егер менің бейнем ұнаған болса, төменде пікір қалдыра кетіңіздер. Ас болсын.